Сәлем достар, бүгін жаңа жылдық дастарханның сәнін ашатын селедка под шубой салатын дайындаймыз. Оған қажетті ингредиенттер: қайнатылған жұмыртқа, селедка балығы, қайнатылған картоп және сәбіз, қайнатылған қызылша, тұз және майонез қажет. Балықты 4 бұрышты етіп ұсақтап турап аламыз. Негізі бұл салаттың классикалық рецептінде пияз қосылады, бірақ мен өзім пияз қосылған онша ұната бермеймін, сондықтан мен қосқан жоқпын. Ал егер сіздерге ұнайтын болса, қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Балықты турап алғаннан кейін барлық ингредиенттерді үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Алдымен жұмыртқаны өткіземіз, сосын картопты үккіштен өткіземіз. Картопты өткізіп болғаннан кейін сәбізді өткіземіз. Ең соңында қызылшаны үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін салатты жинауға кірісеміз. Үлкендеу тәрелкеге осындай дөңгелек форманы қойып, салатты жинай бастаймыз. Ең астына мен картопты салдым. Негізі балықты салады, бірақ менде балық майлы маринадта тұрғандықтан тәрелкеге майы ақпас үшін алдымен картопты салдым, сосын майонез жағып, оның үстінен балықты салдым. Бұл кезде біз тұз қоспаймыз, өйткені балық кішкене тұзды екен. Майонез жағамыз. Балықтың бетінен сәбізді саламыз. Осылай тегістеп барлық жеріне бірдей етіп жайып шығамыз да шамалы тұз себеміз. Майонез жағамыз. Майонезді осылай бір реттік кондитерлік қапшыққа салып жақсаңыздар өте ыңғайлы болады. Жұмыртқа саламыз. Оған да шамалы тұз қосамыз және майонез жағамыз. Ең соңында қызылшаны саламыз, бетін тегістейміз. Тұз себеміз. Ақырындап форманы босатамыз. Осындай дөп-дөңгелек болып шығады. Бетін қалауыңызша сәндеуіңізге болады. Мен осылай сәндеп шықтым. Міне салат дайын, өте дәмді болып шығады. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Егер жасап жатсаңыздар, ас болсын.